Цветаевский пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 2 дана жұмыртқамызға құмшекерімізді, ванилинді қосып, венчиктің көмегімен қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай үстіне кукурузный крахмалды және де қаймағымызды қосып, тағы да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған начинкамызды шетке қоя тұрамыз. Алдын ала дайындап алған песочный тестамызды шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Енді осы тестамыздың үстіне алдын ала қабығынан ашып, дайындап турап алған алмаларымызды орналастырып шығамыз. Алмаларымыздың барлығын орналастырғаннан кейін үстіне дайын начинкамызды құйып, бетін тегістейміз. Пирогтың бетіне дайын миндальный слайсыды немесе мен секілді миндаль жаңғақтарын турап салсаңыздар болады. Егер қаламасаңыздар, бұл міндетті емес. Пирогты алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 45 минуттай пісіріп аласыздар. Мінекей пирогымыз дайын болды. Пирогты міндетті түрде суығаннан кейін барып қана кесіп, дастарханға ұсына аласыздар. Баршаңызға ас болсын.